Бұл сабақта біз сіздерге бизнес жоспар дегеніміз не, бизнес жоспардың құрылымы, жобаның тиімділік көрсеткіштерін есептеу жайлы және де маркетинг жайлы да сөз қозғаймыз. Себебі кез келген адам бизнес бастамас бұрын ол жоспар құру керек. Әрине, мен басқа да бір сабақтарда айттым, бизнестің түрі көп. Бірақ бірінші кезекте ол сіздің жүрек қалауыңыздан шығатын кәсіп түрі болу керек. Яғни сіз нені жасағыңыз келеді, қолыңыздан не шығады мысалға, одан кейін жүрек қалауы болу керек. Әрине, біреудің кәсібіне қызығып, мен де мынандай кәсіп жасаймын деуіңіз мүмкін, немесе соның кәсібін көшіріп алам деуіңіз мүмкін. Бірақ шынайы практикаға келген кезде, ертеңгі күні сіз кәсіпті жүргізген кезде, ол кезде сіз түсінесіз, ол сіздікі емес екенін көп жағдайда. Бірінші кезекте сол өзіңіздің жүрек қалауыңыздағы дүниені табасыз, айналысқыңыз келген кәсіпті, содан кейін барып, соған сай бизнес жоспар құрғаныңыз дұрыс. Өйткені бизнес жоспар ол сізге қандай да бір бағдар беретін басты құралдың бірі деп айтқым келеді. Оның не үшін керек десеңіз, ол сізге жаңағы бағдар дедім, одан бөлек пайда табу үшін, одан кейін инвестор тарту үшін де керек, бірлескен кәсіпорын үшін, несие алу үшін де керек. Өйткені мысалға сіз банкке барасыз, банкке барған кезде де айтасыз, ол маған бизнесімді дамыту үшін несие керек деген кезде сізден бизнес жоспар сұрап жатады. Немесе дәл солай инвесторлар деген секілді, солармен кездескен кезде. Одан кейін тікелей өзіңіз немесе қастарыңызға кәсіпті бір таныстарыңызбен бастауыңыз мүмкін. Сол кезде де бизнес жоспар жасалынып жатады. Енді қазір интернет дамыған заманда бизнес жоспарды тегін түрлерін өте көп табуға болады. Әсіресе енді мен ылғи байқаймын. Орысша сайттарда өте көп. Егер де сіз қазақша біліп, орысша білмей жатсаңыз, енді қазақшада табуға болады. Десе де, енді салыстырмалы түрде орыс тілінде осындай бизнес жоспарлар көп, және де олар тегін жүктеп алуға болады. Немесе кейде бар, нарықта сондай делдалды қызмет ұсынады, бизнес жоспар жасауға көмектесетін адамдар бар. Енді олардың құны бизнес жоспардың бетіне байланысты әртүрлі болып келеді. Бірақ бұл бизнес жоспарды құру сіздің сәтті бизнес бастаудың негізі болып табылады. Бизнес жоспардың нақты түрін таңдау сіздің мақсатыңызға байланысты, мейлі ол несие, грант, немесе жер болсын, айырмашылықтарды түсіну және негізгі ойларға дұрыс аудару маңызды. Енді бизнес жоспардың құрылымына келетін болсақ, әрине енді бірінші беті болады, мүмкін сіз кішкене дизайнерлік сурет қойып қоясыз, мысалға өсімдік шаруашылығы, қияр, қызанақ, теплицаға қатысты болса, соның суретін қойып жатады. Енді бірінші бетінен титул парағы дейміз. Негізгі, бірақ ол жерде мазмұны маңызды. Негізгі мазмұндары бұл түйіндеме, одан кейін өнім мен саланың сипаттамасы, маркетинг жоспары, өндіріс жоспары, одан кейін ұйымдастыру және басқару жоспары, одан кейін жобаны іске асыру жоспары, қаржы жоспарын жазу керексіз, жоба тәуекелдерін талдайсыз, және де қосымша жоспарлар болады. Енді түйіндемеде қысқадан нұсқа болу керек, сіздің кәсібіңіз не туралы, немен айналысады деген секілді. Ол жерде мақсаты, миссиясын жазасыз, жобаның басқалардан негізгі артықшылықтары. Бұл жерде енді көп сөз керек емес, ары кетсе титул бет көп жағдайда бір бет болады. Одан кейін өнім мен саланың сипаттамасы, өнімнің негізгі сипаттамалары, өндіріс процесі қалай жүзеге асады, нарықтағы артықшылықтары, одан кейін өнімнің өмірлік циклын жазып өту керек. Одан кейін қосымша құжаттары, мысалға сол затқа сізде патент болатын болса әрине. Одан кейін үшінші нәрсе маркетинг жоспар. Осы маркетингті мен кішкене ден қойса екен деймін, себебі көптеген адам бір кәсіп ашып алады, енді бастап жатады, бірақ маркетингке назар тудырмайды. Мысалға маркетингке ақша құртқысы келмейтін азаматтарымыз болады көп жағдайда. Ал ең негізгі нәрсе сіздің
кәсібіңізді сіздің бір нәрсе май сатсаңыз да, шелпек сатсаңыз да, торт сатсаңыз да, ол ең жақсы нәрсе ол маркетинг, елдің бір-біріне айтқаны, сарафанды маркетинг дейміз, немесе түрлі бағыттары бар ғой, радиодан, телевидение, әлеуметтік желі деген секілді, болмаса көшедегі билбордтар дегендей, енді әрине ол әр қаржылық мүмкіндіктерге байланысты, бірақ маркетингтің де жарнаманың нақты несін білу керек, бағдарын кімге бересіз, оның аудиториясы қандай, ерлер көре ме, әйелдер көре ме деген секілді. Мысалы маркетингте де бар қарапайым нәрсе, көліктің жарнамасында неге көбінесе қыздар жүреді. Былай қараймыз ғой, енді көлік ол еркектердің құралы, еркектер бір мүмкін 90%, 85% еркектер көлік айдайды, ер адамдар әйелдерге қарағанда. Бірақ неге осы машинаның жарнамасында қыздар жүреді? Өйткені жаңағы аудитория еркектердің назары бірінші қызға ауады, содан кейін барып машинаны көреді. Мысалға, бұл да бір маркетингтің бір құралы. Байқасаңыздар, модель қыздар, неше түрлі фигурный қыздар рекламада жүреді. Мысалға, бұл да бір маркетингтің түрі дегенде. Тура сол секілді сіз өзіңіздің мынау кәсібіңізде қандай маркетингті дұрыс пайдаланасыз, соған да ден қою керек. Одан кейін ол жерде бәсекелестерді талдау керексіз, өзіңіз олардың қандай нарықта қанша бәсекелесіңіз бар. Мысалға, сіз жай элементарды түрде құрт сатып отырсыз, немесе нарыққа құрт сатам дедіңіз. Сіздің айналаңызда, мүмкін сіздің қалаңызда, сіздің ауылыңызда кім тағы құрт сатып отыр? Олардың артықшылығы қандай, олардың кемшілігі қандай деген секілді өзіңіз маркетингке сай анализ жасауыңыз керек мысалға. Одан кейін жаңа айттым, мақсатты аудиторияны, әйелдерге арналған дүние ме, балаларға арналған нәрсе ме деген секілді соның барлығын қарауыңыз керек. Одан кейін маркетинг деген ол товаропродвижение, тауарды жылжыту, бір орында тұрмау. Оның да бірнеше жаңа айтқандай бағыттары бар, пиар деп жатамыз, соның барлығын қамтуыңыз керек. Одан кейін өндіріс жоспары бар. Өндіріс жоспары ол жерде сізге қандай ғимарат керек, ішінде жаңа құрттың мысалында айтатын болсақ, қандай ғимарат, қаланың қай жерінде орналасқан, ол құртқа қосымша не керек па, мысалға жаңағындай құрал жабдықтар керек па, қанша адам жұмыспен қамтылады, кадрлар мәселесі, оған жоғары білімді адам керек па, мысалы құртқа, технолог нешеу керек, екеу керек па, үшеу керек па деген секілді. Одан кейін құртты қалай жеткіземіз, логистиканы да, осының барлығын өндіріс жоспарында қамту керек. Одан кейін әрине жобаны іске асыру, бұл жерде нарыққа қалай шығарамыз, мерзімге қоясыз. Мысалға, құртты мен 2 айда шығарам делік, басында тауарды сіз артығымен жинап аласыз, бірақ оның срок өтіп кетпеу керек деген секілді, барлығын кезең-кезеңмен жоспарлау керек. Одан кейін бұл жерде енді қанша адам нақты қажет, қаржылық ресурстарды да қосасыз, себебі кімге қанша айлық беремін шамамен, өзіңіздің бюджетіңізді жоспарлап, ары қарай қаржы жоспарын жазасыз. Қаржы жоспарыңызда мысалға қанша құрт сатам, өзіндік шығыны қанша. Мысалға, ол өзіндік шығынға сіздің бүкіл аренда налогыңыз, одан кейін комуслуга, светтің қағаздары, есептері, одан кейін сіздің жаңағы жұмысшылардың айлығы дегендей барлық әлеуметтік аударымдар, мәмістің аударымдар, барлығын есептеп келе, сіз енді кәсіпкер болғаннан кейін кәсіпкердің түпкі мақсаты ол пайда табу, табыс табу, минусқа кіріп кетпеу. Одан кейін тағы бір нәрсені ескергім келеді. Кез келген кәсіп бастаған кезде көп адам 1 ай, 2 айдан кейін кәсібін жауып тастайды. Бірақ қарап отырсам, кез келген кәсіпке жоқ дегенде 6 ай керек. 6 ай. 6 ай шыдаңыз. Немесе қаржылық мүмкіндіктеріңізді 6 ай есептеңіз. Мысалға, жаңағы сіз құрт жасайсыз, ол жерде қанша адам жұмыс керек сізге? 3 адам жұмысшы керек болса, олардың айлығы 200 мың десеңіз, қосымша шығындары бар. Мысалға, сізге получается жоқ дегенде 1-1,5 миллион теңге ақша керек 1 айға. Сіз 1-1,5 миллион теңгеден артық пайда табуыңыз керек. Сонда қанша құрт шығарам деген секілді, көрдіңіз бе, міне қаржы жоспары осындай дүниелерден тұрады. Яғни сатудан күтілетін пайда, жаңағы пайда, шығыстар, кірістер,
Одан кейін мынау рентабельділік қанша пайдасы бар дегенде, қаржылық көрсеткіштері, осыларды есептеу керек. Одан кейін жоба тәуекелдерін талдау. Бұл жерде жаңағы айтқандай қандай рисктарыңыз бар, сіздің қандай бәсекелестеріңіз бар, қандай қауіп қатерлері бар. Мысалға, Құдай сақтасын, сіздің кәсібіңіз кейбіреулер сақтандырып жатады. Өйткені бір жерді алдыңыз, аяқ астынан өрт шықты, ертең күні сіз үлкен шығынға батасыз деген секілді. Одан кейін тәуекелдерді сол азайту үшін оған қарсы қадамдар не істейсіз, не жасайсыз деген секілді жоба тәуекелдерін талдайтында бір жоспар, схема болу керек деп ойлаймын. Ал енді қосымша бетінде сол бизнес жоспардың заңды түрде құжаттары, сіз ИП боласыз ба, ТО боласыз ба, одан кейін жұмысшылардың туралы ақпарат жазып қоюға болады. Одан кейін нарықтағы сіздің сатылым бағаларын жазуға болады ол жерге. Одан кейін қандай да бір компаниямен сіз келісім шартқа отырсаңыз, мысалы, соларды қосуға болады. Өйткені олар сіздің тұрақты түрде сатып алушыларыңыз, тұрақты түрде сіздің клиенттеріңіз болып тұр. Сондай дүниелерді нетуге болады, жаңағы қосып қоюға болады. Енді бизнес жоспардың тәуекелдерін бағалау, жаңа айттым ғой, неше түрлі рисктен тұрады. Ол бизнес деген оңай емес. Бизнес деген ол мынау кәдімгі сіз күнделікті жұмысқа 9-да барып, 6-да қайтатын дүние емес. Ол бизнеске сіз бүкіл энергияңызды бересіз, уақытыңызды бересіз. Ол жерде сіз мен 9-дан 6-ға дейін деп отырмайсыз. Мүмкін мысалға доставка гүлдің жеткізу қызметінде жұмыс істеп сондай бизнес ашсаңыз, доставка гүл ол 24 сағат бойы жүру керек мысалға. Ол жерде сіз отырмайсыз, мен 6-ға дейін істеймін деген. Әрине ол істесеңіз де болады, бірақ ол кезде пайдаңыз да аз болады мысалға. Сондықтан барлығы есептеліп бағалану керек. Яғни тәуекел дегеніміз сіздің бизнесіңізге теріс әсер ететін дүниелер болуы мүмкін. Мысалға, қаржылық тәуекелдерді алсақ болады. Қандай риск болуы мүмкін? Сіз несие алуыңыз мүмкін, оны қайтара алмай қалуыңыз мүмкін, немесе күтпеген жерден шығыстардың өсіп кетуі мүмкін. Мысалға, жұмысшыларыңыз келеді, сізге айтады, біздің айлықты көтеріңіз, әйтпесе жұмыс істемейміз дейді. Не істейсіз? Сізге ана өндірісті істеп отқан дүниені күн сайын жасау керек, уақытын үзбеу керек мысалға. Немесе жаңағы айтқандай бір жерден Құдай сақтасын өрт шықты, например, мысалға. Одан кейін нарықтық тәуекелдер, ол жерде мысалға жаңа бәсекелестердің пайда болуы мүмкін. Мысалға, сіз сол құрт сатып отырсыз, құртыңыз бір данасы 50 теңгеделік, жаңа бәсекелес шықты да, ол 40 теңгеден сатып жатыр, мысалға. Көрдіңіз бе? Одан кейін өнімге деген сұранысын өзгеруі мүмкін, ол сезонға да байланысты болуы мүмкін. Жазғы киім сататын адам көбінесе тауарын жазда өткізеді, қыста, күзде оны көп ала қоймайды, мысалға. Сондай тәуекелдері болады. Одан кейін тағы да бірне операциялық тәуекелдер, ол көбінесе жеткізумен проблема, қазпочта қызметіне байланысты болуы мүмкін, логистикалық проблемалар болуы мүмкін. Мысалға, бізде де кезінде болды, менің әйелім кәсіппен айналысып, вышивка жасайды. Сол кезде тігінмен бір қалаларға қазпочтамен жеткізетінбіз. Сол кезде қыстың кезі ғой, бір тоқтамай 5 күн ба 6 күн боран болып кетті, көп жерлер жабық болды. Сол кезде біздің мысалға тауарымыз орта есеппен 1 аптада жететін, бірақ сол боранның кесірінен 2 аптада жетті мысалға. Көрдіңіз, осындай да тәуекелдер болуы мүмкін. Ол кезде сізге тапсырыс беруші айтуы мүмкін. Қайда, әкел, сен алаяқсың, мен алдап қойдың, мынау ақшамды қайтар деген секілді. Ондай жағдайда әрине барлығын түсіндіру керек тұтынушыға, не болып жатқанын, қандай процесс болып жатқанын. Одан кейін заңды тәуекелдер, мысалға, салық режимдері дұрыс болмауы мүмкін, немесе салығыңыз дұрыс төленбей қалуы мүмкін, немесе жаңағы патентке байланысты, жеке интеллектуалды меншікке байланысты біреулермен спор туындап қалуы мүмкін деген секілді. Одан кейін беделді тәуекелдер. Беделді тәуекелдер көп жағдайда бізде көп кездеседі. Оны кейде бәсекелестер жасап жатады. Тугиске өтірік отзыв жазып кететіндері бар, немесе өтірік ақпарат тарататындары бар. Ой, мен мынаның
құртын жеп едім, немесе тортын жеп едім, пирожкиін жеп едім, дәмі біртүрлі болды, еті қатты болды, наны сапа жаңағы үгітіліп жатты деген секілді әртүрлі мынау беделді түсіретін тәуекелдерде көп жағдайда кездеседі. Бұл тәуекелдер сіздің брендіңіз болмаса сіздің тауарыңыздың сапасы болмаса аты шыққан сайын беделді тәуекелдер ол көп болады. Көп жағдайда аяқтан шалғысы келеді мысалға, иә. Осындай тәуекелдер бар, яғни сізге өнімнің қызметтің сапасы нашар деп түрлі отзывтар жазып жатады, бірақ одан қорқудың қажеті жоқ. Бір нәрсені түсіну керек, сол сенің атын шыққан сайын сен бәрібірде сені де көре алмайтын адамдар көп болады, болмаса саған қызығатын адамдар көп болады дейтіндей. Бастысы сіз адал еңбек, әсіресе мынау таразымен байланысты жұмыс істейтін кәсібі бар азаматтарға айтқым келетіні, таразыдан жемеңіздер. Өйткені барлық несібе ол бір ғана Құдайдан, яғни ол несібеңізді Құдай береді. Бастысы сол кәсібіңіз, саудаңыз адал болса, сіз жүре бересіз. Ештеңеден қорқудың қажеті жоқ. Әрине бұл құжат түріндегі нәрсе ғой, бизнес жоспар дегеніміз, сол сіздің бір бекітілген құжатыңыз десе де, енді плюс-минус қандай да бір ауытқулар болуы мүмкін бизнес жоспарға байланысты. Бірақ бастысы сіз өзіңіздің сүйікті ісіңізбен айналысып, сол сүйікті ісіңізден пайда тапсаңыз екен деймін. Осы видео сабақтарды енді бизнес жоспар жайлы сабақты мен аяқтаймын. Сіздерге тапсырма, өзіңіз қалаған, ашқыңыз келген кәсіпке бизнес жоспар құрып көріңіздер, әрекет етіңіздер. 1000 қадамдық жол бір қадамнан басталады. Әрекетке берекет. Әр сабаққа қатысушының кәсіп ашып, дәулет артсын.